Assalamualaikum hürmetli deputatlar, hürmetli бүгінгі сессия қатысушылар. Айры тәкметтеріңізді 8 шақырған Зайсан мәслихатының 11 депутатының бүгінгі сессияға қатысып отырғаны 9 екеуі себепті. Бүгінгі сессияға аудан әкімі Айры тәкметтеріңізді қатысып отыр. Бүгінгі сессияға жергілікті басшылары, қала округ әкімдері барлық түрде шақырылған. Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтарындағы Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңының 11 бабының 3 тармағына сәйкес Зайсан аудандық мәслихатының кезектен тыс 35 сессиясын өткізуге болады кворум бар. Аудандық мәслихаттың кезектен тыс 35 сессиясын ашу жөнінде кімде қандай ұсыныс бар? Ашылсын деген ұсыныс түссе, ашылсын деген ұсыныс дауысқа қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, қабылданды. Аудандық мәслихаттың кезектен тыс 35 сессиясын ашып жариялайды. Сессия хаттамасын жазу үшін редакциялық және дауыстарды санау үшін есеп комиссиясын сайлап алайық. Редакциялық комиссия құрамына депутаттар Шәкенұлы Ризабек Саматханов Берік Кеңесбекұлы, есеп комиссиясының құрамына депутаттар Рамазан Маманов Кеңесұлы, Ахметжанова Алмагүл Құрмашқызы сайлансын деген ұсыныс жасайық. Басқа ұсыныстарыңыз бар ма? Жоқ болса аталған депутаттар үшін дауыс берулерін сұрайық. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Аталған депутаттар алдыңғы орындарыңызда отырып, редакциялық комиссия сессия хаттамасын жүргізіп, есеп комиссиясы дауыстарды санап отыруларын сұралады. Бүгінгі сессияның күн тәртібінде бекітіп алуыңыз керек. Күн тәртібі туралы шешім жобасы қолдарыңызда. Сессияның күн тәртібінде қандай ұсыныс бар? Күн тәртібі туралы шешім жобасы бекітілсін деген ұсыныс түсті. Дауысқа қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ. Күн тәртібі бекітілді. Күн тәртібі сессияның төмендегі жұмыс регламентін бекітеміз. Күн тәртібінде мәселелер бойынша баяндамашыларға 8-10 минут, әртүрлі мәселелер бойынша хабарламашыларға 5-8 минут, жарыс сөзге шығушыларға 5-8 минут, анықтама берушілерге сессия соңынан 3 минут беріледі. Басқа ұсыныс бар ма? Жоқ болса, бүгінгі сессия осындай жұмыс регламентін бекітілсін деген ұсыныс дауысқа қоямын. Жақтап, қарсы, бірауыздан бекітілді. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе Зайсан ауданы бойынша 2025 жылға арналған кондоминиум объектісін басқаруға және кондоминиум объектісіне ортақ мүлік күтіп ұстауға арналған шығыстардың ең төменгі мөлшерін бекіту туралы хабарламаны жасау үшін аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушы көліктер және автомобиль жолдары бөлімі басшысы Жұмағали Маратұлы мінбеге шақырылады. Құрметті депутаттар, хабарлама тұрақты комиссия отырысында тыңдалған хабарламаны қайта тыңдаудың қажеттілігі бар ма? Жоқ болса дауысқа қойып, жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ. Хабарламашыға кімде қандай сұрақ бар? Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ жоқ болса, сұрақ тоқтатылсын деген ұсыныс дауысқа қойып. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ. Қабылданды. Әрбір орнын отыруға болады. Осы мәселе бойынша жарыс сөзге шығушылар бар ма? Жоқ болса, жарыс сөз тоқтатылсын деген ұсынысты дауысқа қойып. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, қабылданды. Әлимат, отырыңыз болады. Қаралып отырған мәселе бойынша шешім қабылдауымыз керек. Шешім жобасы қолдарыңызға таратылып берілген. Редакциялық комиссия шешім жобасына өзгеріс жасау жөнінде ұсыныстар болды ма? Жоқ болса, осы мәселе бойынша шешім жобасы қабылдансын деген ұсынысты дауысқа қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі әртүрлі мәселелер бойынша Зайсан аудандық мәслихатының 2025 жылғы 12 мамырындағы нөмір 34-11-8 Зайсан аудандық мәслихатының 2024 жылғы 28 тамызындағы нөмір 25-7-8 Зайсан ауданының ауылдық елді мекендерінде тұратын және жұмыс істейтін мемлекеттік денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт және ветеринария ұйымдарының мамандарына бюджет қаражаты есебінен коммуналдық көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу және отын сатып алу бойынша әлеуметтік қолдау көрсету қағидасын және мөлшерін бекіту туралы шешіміне өзгеріс енгізу туралы шешімнің күшін жою туралы хабарлама жасау үшін Зайсан аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қиынашына Жанарболат қызметіне шақырылады. Хабарлама тұрақты комиссия отырысында тыңдалған хабарламаны қайта тыңдаудың қажеттілігі бар ма? Жоқ болса дауысқа қойып, жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ. Хабарламашыға кімде қандай сұрақ бар? Сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса, сұрақ тоқтатылсын деген ұсыныс дауыс қойып. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Жанарболат орныңызға отыруға
Осы мәселе бойынша жарты сөзге шығушылар бар ма? Жоқ болса жарты сөз тоқтатылсын деген ұсыныс дауысқа қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Қаралып отырған мәселе бойынша шешім қабылдауымыз керек. Шешім жобасы қолдарыңызға таратылып берілді. Редакциялық комиссия шешім жобасына өзгеріс жасау жөнінде ұсыныс болды ма? Жоқ болса осы мәселе бойынша шешім жобасы қабылдансын деген ұсынысты дауысқа қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан шешім жобасы қабылданды. Күн тәртібіндегі әртүрлі мәселелер бойынша Зайсан аудандық мәслихатының кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы хабарлама жасау үшін аудан әкімінің аппаратының заң және мемлекеттік жұмыстар бөлімінің басшысы Зәкенова Гүлмира Зәкенқызы шақырылады, сөз беріледі. Құрметті депутаттар, хабарлама тұрақты комиссия отырысында тыңдалған. Қайта қажеттілік бар ма тыңдаудың? Жоқ болса дауысқа қояйық. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, қабылданды. Хабарлама шартында қандай сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса сұрақ тоқтатылсын деген ұсыныс дауысқа қояйық. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, қабылданды. Гүлмира Зәкенқызы орныңызға отыруға болады. Осы мәселе бойынша жарты сөзге шығушылар бар ма? Жоқ болса жарты сөз тоқтатылсын деген ұсыныс дауысқа қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, қабылданды. Редакциялық комиссия шешім жобасына өзгеріс жасау жөнінде ұсыныстар болды ма? Жоқ болса осы мәселе бойынша шешім қабылдауымыз керек. Құрметті депутаттар, дауысқа қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан шешім жобасы бекітілді. Күн тәртібіндегі әртүрлі мәселелерде енгізілген Зайсан аудандық мәслихатының 2020 жылғы 30 наурызындағы аудан әкімдігінің дербес құрамын бекіту туралы нөмірі 52/8/4 шешіміне өзгерістер енгізу туралы мәселе бойынша хабарлама жасау үшін аудан әкімі аппараты заң және мемлекеттік жұмыстар бөлімінің басшысы Зәкенова Гүлмира Зәкенқызына сөз беріледі. Хабарлама тұрақты комиссия отырысында тыңдалған. Хабарламаны қайта тыңдаудың қажеттілігі бар ма, құрметті депутаттар? Жоқ болса дауысқа қояйық. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ. Хабарламашыға кімде қандай сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса сұрақ тоқтатылсын деген ұсыныс дауысқа қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ. Гүлмира Зәкенқызы орныңызға отыруға болады. Осы мәселе бойынша жарты сөзге шығушылар бар ма, құрметті депутаттар? Жоқ болса жарты сөз тоқтатылсын деген ұсыныс дауысқа қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, қабылданды. Құрметті депутаттар, құрметті редакциялық комиссия мүшесі, шешім жобасына өзгеріс жасау жөнінде ұсыныс болды ма? Жоқ болса осы мәселе бойынша шешім жобасы бекітілсін деген ұсынысты дауысқа қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі әртүрлі мәселелер бойынша Зайсан аудандық мәслихатының 2024 жылғы 28 тамызындағы нөмірі 25/78 Зайсан аудандық ауылдық мектептердің тұрақты және жұмыс істейтін мемлекеттік денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт және ветеринария ұйымдары мамандарына бюджет қаражаты есебінен коммуналдық көрсетілетін қызметтерді ақы төлеу және отын сатып алу бойынша әлеуметтік қолдау көрсету қағидасына және өзгеру бекіту туралы шешіміне өзгеріс енгізуіне байланысты шешім жобасын бекітіп беруі керек. Зайсан аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаның бөлімі Қинашева Жанарболатқызымен бірге шақырылып сөз беріледі. Жаңа шешім жобасының өздеріңіз білесіздер, тұрақты комиссиясында шешім жобасының күшін жойдық, енді шешім жобасын жаңа бекітіп беруіміз керек. Хабарламашыға сұрақ бар ма? Хабарламашыға тұрақты комиссияда тыңдап, қайта тыңдаудың қажеттілігі бар ма? Жоқ болса дауысқа қояйық. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ. Хабарламашыға кімде қандай сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса сұрақ тоқтатылсын деген ұсыныс дауысқа қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ. Жанарболатқызы орныңызға отыруға болады. Осы мәселе бойынша жарты сөзге шығушылар бар ма, құрметті депутаттар? Жоқ болса жарты сөз тоқтатылсын деген ұсыныс дауысқа қоямын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Қаралып отырған мәселе бойынша құрметті депутаттар шешім қабылдауымыз керек. Шешім жобасына өзгеріс жасау жөнінде редакциялық комиссия ұсыныстар болды ма? Жоқ болса шешім жобасын бекітіп беруді сұрайық. Дауысқа қояйық. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан шешім жобасы бекітілді. 8 шақырылған Зайсан аудандық мәслихаты кезектен тыс 35-ші сессиясының күн тәртібіне ұсынылған мәселелер толығымен қаралып, шешімдер қабылданды. Сессия барысы бойынша анықтама берушілер бар ма? Жоқ болса сөз Зайсан ауданының әкімі Айгүл Жақсыбекованың береді. Ал жақсы. Халықтың кездесуге ана аймақтан бір құрылысы бойынша мал базардың тұрақты тасушылығы ие болғансың. Сол бойынша кеше қоғамдастық төтенше жағдайларды қарастыру соған қатысты мекемелер басшылары шақырса қоғамдастық мүшелері арыздар халықтың екі шара берді. Бірақ сол мекеме басшыларының
шағымызды қарастырайық. Қандай комиссия жұмыс комиссия шықпаса, комиссия шығартамыз. Шығартайық. Ол вопростар негізі ертегі айтқызам ол сөз. Biz o üsttekileriyle oyladık çarpıtasın. Ziba kelebin çarpı dediğin anlamda bulunmak. Өте жақсы. Айтқызамыз комиссияны. Әлі протокол кіріс қойыңдар. Жаңа комиссия туралы. Құрметті депутаттар, сессияға қатысушылар, бүгінгі сессия өте маңызды болды деп ойлаймын. Сессиямыздың жұмысы нәтижелі болды, енді мазмұнды болды деп сенемін. Тек қана жақсылық пен амандық тілеймін. Ары қарай даму керек. Зайсан ауданын бірінші орынға шығарайық. Зайсан ауданын бүкіл Қазақстанға белгілі ауданға шығарып, бәріміз бірге жұмыс істесек, сондай болады деп ойлаймын. Ал енді тағы да депутаттарға үлкен өзінің просьбам бар. Зайсан қаласының әкіміне бәріміз бір арада көмектесіп, бүкіл талапқа сіздер бірге шығып, жаңа алдында айтылған Ринат өзі айтқан квадраттарға бөліп, әр өзінің аудандағы депутаттар халықпен жұмыс істеп, бірге ауданымызды, қаламызды тазалайық. Дәлім, көмектесіңіздер. Жаңағы оси бойынша үлкен проектлар жасалып жатыр. Бүкіл Зайсан қаласының нарықтарын бәрі немелердің трубаларына тоз кетті. Оның бәрін қайтарып жөндеуге болған проект керек. Жайдан, конечно, не получится, но бірақ та енді хотя бы есіктің алдында шөптерін тазалау керек. Есіктің алдындағы жаңағы артықпен ашып келген бутылкадағы қаншама көп алтын күні демалыс күні, Ринат демалыс күні көбінің труба бірақ бутылкадан немеден келеді. Платинадан келеді. Оны тоже білесіздер. Платинада су бутылкадан көтірма бутылкадан Зайсан халықтары шулайды. Неге артықта су жоқ деп. Ал өздері жаңағы бутылка ұстайды, сиырдың басын, қойдың өз неше түрлі сондай нәрсені қалай. Не болмаса депутаттар бәрі бірге бір қайтаран бір неме шығарасыңдар ма? Неме шығарасыңдар ғой деймін. Арықтарды сыртқа шығарайық үйлерінен. Әр үйдің ауласында тұр арықтар. Кезінде дұрыс демей, енді дұрыс демеген бекен, жаңағы архитектурный план болмаған бекен, арықтардың бәрі негізі әр үйдің ауласынан көшеге шығару керек. Кейін ол көшеге шығарған жағдайда оның ішін содан кейін бетондау керек екен, таспен қалау керек, сондай жақсы жұмыстарды жүргізсек, қаламыз тазаланады. Сондықтан сіздерге көп рахмет айтамын. Жақсылықтың амандыққа кездейік. Сау болыңыздар. Еще бір қосымша айта кетейін, 29 мамырда бүгінгі күні енді нақты қазір бір сағатта мен уже білетін боламыз нақтысын. 29 күні біздің облыс әкімі Зайсан ауданына келіп, Зайсан қаласына мекен, Қаратал ауылына мекен кездесу жасайды. 29-да деп тосып отырмыз, қазір бір сағатта мен нақтысын білсек, мен хабарландым, ақпарат білмейді. Солай ғой, неше бересіңдер хабарландым? Нақты белгіленеді ғой? Ауылда кездесу өткізу. Ауылда емес. Зайсан ауданына келгенде үлкен, например, дом культуры, үлкен сайдың культурасына халық келеді ғой, аудан ғой. Либо Қаратал ауылының, либо Айнала ауылында кезу болғанда ол не означает, что встреча с населением только этого села. Бүкіл ауданның халқы сол жерге барып, кімнің қандай вопростары бар. Әйтпесе дом культураға деп белгілеп отырмыз. Енді сіздер сөйтіп ойлайсыздар, көшемес тоже начальство. Ауылдың бүгін көтеру керек, сол ауылға жасайды, халық ауылға келсін деген сияқты. Міне, например, қазір біздің елде акимат городов районы қазір машиналарында болады. Ол енді бүкіл тармағатай бәріміз машиналарың бармыз. Не үшін барамыз? Машиналардың кішкене деңгейін көтерейік деп, машиналардың ауданын кішкене көтерейік, бүкіл келсін, машиналардың көрсін деген сол сияқты. Ендігі сессия емес, акимат городов районы Зырянда болады, Зырянда емес Алтайда болады. Сол сияқты, одан кейінгі сессиямыз акимат городов районында кездесу емес, акимат городов районында есеп беру, өзінің заслуженный месталары бар ғой, ол Зайсан ауданында болады. Сол сияқты бір ауданның деңгейін көтеру үшін үлкен әкімдер әрбір ауданның ауылына барады, ал ауданның әкімдері қазір бәріміз машиналарында болады. Біз де ешкімге барғымыз келеді.
Неге болса шыттағы Рұстақова, оның жеріне сөз жасап, алған оқуында, дұрыс деп есептеймін. Жоқ, өте дұрыс айтасыз. Бірақ мен өз көмегге барғым келіп тұр. Акимат городов района, все акимы когда одновременно собираются, бәрі. Біздің Өскеменде болады. Ошол басшылығында болады. Ендігі жолы Алтайда болады, оның Гензайсында болады. Сол сияқты ғой. Жеңгел сапарында мен бұл күнім әр ауылда, аудан бойынша әр ауыл оқып келді, бір-бірден болып кетсе жақсы. Ол өте дұрыс, өте дұрыс. Ол ауылдың деңгейін көреді. Иә, ауылдың жағдайын көреді. Құрметті депутаттар, міне өздеріңіз орталарыңызда енді бүгін сессияны өткіздік. Аягөз Ахмет Сайлауұлы Зайсанның артықшылығы мәселесі бойынша өте дұрыс мәселе көтеріп отырсыз. Осы мәселені депутаттар сайланған қаланың жаңа әкімі бар. Осы мәселені түбегейлі шешуіміз керек. 2 жыл бола ма, 3 жыл бола ма, осы артық мәселесіне үлкен ден қоймасақ, содан кейін барып үлкен жоба жасап, соны біздің депутаттар бір ауыздан қолдайды. Осы жобаны іске асырсақ дегім келеді. Одан кейін мына жаңа өздеріңіз білесіздер, осы мәслихат депутаттарының атынан Зайсан аудандық әкімнің аппарат басшысы тағайындалды. Сондықтан қалалық әкім Мұратбекұлы қызметімен құттықтаймыз. Сізге депутаттардың ары қарай жемісті табыс болсын деймін. Содан кейін округ әкімдері, қала әкімі мына бюджеттік тапсырыстар жобаларыңызды мәслихатта біз сұратамыз сессияға. Сіздер тура сессияға бір күн қалғанда кешке әкелесіздер. Енді 3 күн бұрын ертеге әкелесіздер. Соған үлгеруге тырысасыздар. Біз сіздерге ескертеміз. Одан кейін 1 күн қалды, 2 күн қалғаннан кейін әкелетін болсаңыздар ренжімеңіздер. Бекіне қалған сессия. Өйткені біз сіздерден қыздар қаншама қағаз жасайды, аппараттық мәслихат аппарат. Сондықтан өз заңдылығында да 2 күн, 3 күн бұрын әкеліп депутаттар танысу керек біздің. Сондықтан депутаттардың танысу үшін 2-3 күн бұрын сұраған уақытында сіздерде белгілі бір өздеріңіз аппараттар бар, қайда өтірімдеріңізді сессияға ұсыныс бересіздер, біз достыққа жариялаймыз, қайда өтеміз. Сондықтан округ әкімдерімен қала әкімі бюджеттік тапсырыстарыңызды уақытында ертерек белгілеуіңізді сұраған. Осыдан кейін енді ескертіліп айтылды, қалып қойған бір күн қалғанда келіп жатқандарыңызды қабылдамай қаласыз. Иә, жаңағы білесіздер ғой, ауылдың округтері сіздердің университетіңізге байланысты қоғамдастықтарыңыздың шешімдері осы алған кезеңде алдында депутаттар айтқан ауылдың бірлесіп шешім өткізген. Сол сондай сіздерге бір ескерту. Сондықтан енді құрметті депутаттар, құрметті аудан әкімі, аудан әкімі аппарат басшысы, аудан әкімшілігі осылай берекелі жұмысымызды атқарып, ауданның игілігі үшін еңбек ете берейік. Бүгінгі сессияға қатысқандарыңызға құрметті депутаттар рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.